Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық училищесінің актер бөлімінің 1-ші курс студенті. Хапезова Аружан. Абай Құнанбаевтың 1-ші қара сөзі. Осы жасқа келгенше, өмірімізді жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір өткіздік. Ел арасы жасқа келдік. Енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны ойлап өзімде қайран. Мүмкін ел бағу шығар. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Елді албырты басылмаған жастар бақпаса, қалған өмірімді ел бағумен өткізе алмайым. Ондеше мал бағу. Мал бағу ол да болмайды. Керек адам өз малын өзі бағып алады. Енді қалмағаны азақ қана өмірімде ұры, залымдардың малын бағумен өткіземін ба? Құдай сақтасын ондайдан. Ондайше софыл қылып дін бағу. Дін? Оған да тыныштық керек емес па? Ал ғалым ше? Ғалым? Ол да болмайды. Себебі білгенімді кімге үйретем? Ал білмегенімді кімнен сұрайым? Ондайше бала бағу. Бала бағу. Баланы үйретем. Бірақ та ертең қай елге барып қосам? Ол да болмайды. Ойладым. Ойлағанды қағаз бетіне түсіре берейін. Керек адам болса өзі жазып түртіп алады. Жаза берейін. Жаза берейін. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Ұстарасыз аузыңа түсті ұмыртың. Жақсы менен жаманды айырмадың. Бір қан, бір жан боп пенде құртың.